Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз статистика, комбинаторика бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп 2, 7, 10, 18, 19, 27 сандар қатарында бір сан жазылмай қалған. Ол қандай сан? Егер осы сандар қатарының арифметикалық ортасы 14 болатын болса, онда мына жерде қалып қойған санды жазу керек. Арифметикалық орта дегеніміз берілген сандардың барлығын қосып, сандардың санына бөлу. Яғни қосамын 2 қосу 7 қосу 10 қосу белгісіз санның орнына x аламын. Қосу 18, 19 қосу 27. Неше сан бар соған бөлеміз? 4, 5, 6, 7. Тең болады 14-ке. 2-ге 7 қосамын. 9, 19, 19-ға 19 қосамын. 38 қосу 18 қосу 27 қосу x тең болады. 14-ті 7-ге көбейтемін. 8, 2 ойда 98. Ары қарай x-ті табу үшін x тең болады. 98-ден азайтамын 38, азайту 18, азайту 27. X тең болады. 98-ден 38 аламын. 60, азайту 18, азайту 27. X тең болады. 60-тан 27 аламын. 33, азайту 18, x тең болады. 15. X 15-ке тең болады. Яғни арифметикалық ортасы 14 болатын болса, онда белгісіз санымыз 15-ке тең. Өзгеру құлашы 41 болатын болса, онда мына жердегі сан қандай болады? Бұлай табамыз. Өзгеру құлашы дегеніміз ең кішісінен ең үлкенін азайту. Сонда x-тан азайтамын 2-ні 41 болды. Бұлай болса x дегеніміз 43. Мына жерде 43 болады. Егер өзгеру құлашы 41 болса, онда мына жерде қалып қойған сан 43 болады. Модасы 19 болатын болса, мода дегеніміз ең жиі кездесетін сан. Сонда мына жерде 19 болады. Үшіншісінде 19. Сонда біріншісі бойынша 15 қоямыз, екіншісі бойынша 43 қоямыз, үшінші бойынша 19 қоямыз. А, Б, С ол әр қайсысы бөлек-бөлек сандар қатары болып келеді. Екінші есеп, мектеп асханасында түскі асқа 2 түрлі сорпа, 3 түрлі екінші тағам және 4 түрлі шырын ұсынылады. 3 тағамнан тұратын қанша мәзір ұсынуға болады? Мүмкін нұсқалар ағашын құрыңыз. Яғни асханадан, мысалы, 2 түрлі сорпаның біреуін таңдай аласыз. Мынау бірінші түрі болсын, мынау екінші түрі болсын. Сорпа. Енді сорпаның біріншісін таңдайтын болсам, мен тағы оған қосымша 3 екінші тағам таңдай аламын. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Мынау екінші тағам. Второй деп айтамыз ғой. Сол. Екінші тағам алдым екен, енді мен 4 түрлі шырыннан таңдай аламын. Мысалы, біріншісінің өзінен 4 түрлі шырын таңдай аламын. Шырын. Мұнда да дәл солай. Егер екінші тағамды таңдайтын болсам, тағы да 4 түрлі шырын таңдай аламын. Үшіншісіне де дәл солай 4 түрлі шырын таңдай аламын. Егер екінші сорпаны таңдасам да дәл солай. Мен екінші тағамның үшеуінің біреуін таңдаймын. Әр қайсысынан шырын таңдап аламын. Дәл солай. Сонда енді санаймыз. Қанша нұсқа пайда болды? 4, 8, 12, дәл сондай 12, 24 нұсқа пайда болды. Сонда 3 тағамнан тұратын түскі асқа 24 мәзір жасауға болады екен. Үшінші есеп, велосипедші шосседе 30 км/сағат жылдамдықпен 40 минут, содан соң жай жолмен 18 км/сағат жылдамдықпен 2 минут жүрген, қалған 39 км 400 метрлік шоссені 78 минутта жүріп өтті. Барлық жолдағы орташа жылдамдығын табуымыз керек. Орташа жылдамдықты табу үшін бізге барлық жолды барлық жұмсаған уақыттың қосындысына бөлуіміз керек.
Енді қараңыздар, километр сағат. Бірінші жылдамдық бізде 30 километр сағат. Ал уақыты 40 минут, 40 минутты сағатқа айналдырамын. 60-тан 40, 6-дан 4 немесе 3-тен 2 сағат. 3-тен 2 сағат жол жүрген. Бұл жерден S1-ді табу үшін мына екеуін көбейте қоямыз да, V1 мен T1-ді. Енді V2 екінші жылдамдық, ол бізде 18 километр сағат және уақыты 2 минут. 60-тан 2, 30-дан 1 сағат. Қалған 39 километр 400 метр. Яғни бұл S3 бізде 39 километр 400 метр. Метрді километрге айналдырсам, мыңға бөліп тастаймын. Сонда 39,4 километр. Және оның уақыты 78 минут, 60-тан 78 тең болады 1,60-тан 18, 6-ға бөліп жіберем, 1,3. 1,3 сағатта үшінші жолды жүріп өткен. Енді орташа жылдамдығын табу үшін V1 мен T1-ді көбейтемін. Яғни 30-ды 3-тен 2-ге көбейтем. Қосамын. V2 мен T2-ні көбейтем. 18-ді 30-дан 1-ге көбейтем. Оған қосамын. 39,4. Бөлімінде T1 мен де 3-тен 2. Қосамын. 30-дан 1. Қосамын. Бұрыс бөлшекке айналдырып жіберем. 10, 10-нан 13. Тең болады. Қысқарып кетеді. 10. Мына жерге жазайын. 20 қосу. 3-ке бөліп жіберем 6, 10, тағы 2-ке бөлем 5-тен 3. 5-тен 3 қосу 39,4. Барлығының ортақ бөлімі 30. Мұнда 10-нан берем, 1-ден берем, 3-тен берем. 30, 20, 21. 21-ге қосамын 39. 20, мынау бізде 0,6-ға тең. 40, 60-ті, барлық 60 километр жүрген. 21-ге 39 қосам, 60, 30 тең 30. Сонда велосипедшінің орташа жылдамдығы 30 километр сағат.